Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай оп-оңай дайындалатын сүзбе қосылған осындай дәмді бәліштер дайындаймыз. Ол үшін мен 300 грамм сүзбеге 200 грамм ірімшікті өткіштен өткізіп, екі ингредиентімізді кеңірек ыдысқа салып аламыз. Онан соң шамалы аскөгімізді осылай майда етіп турап шықтым. Оны да бірге қосып, және де 2 жұмыртқа жарамыз. Шай қасықпен дәміне қарай тұз, және де қара бұрышынан қосып, 100 граммдай илектен өткізген ұнды жаңағы массамызға қостым. Барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осындай болып шығады. Енді қолымызды сәл сулап алып, осылай қолымызбен домалақтап, пергамент қағазына барлығын қойып шығамыз. Мінекей осыншама бәліштер шықты. Енді қызып тұрған духовкада 180 градуста жарты сағат пісіреміз. Мінекей осылай жылдам дайындалады, және де өте пайдалы. Таңғы ас кезінде жиі жасаймыз, және де дастарханға ыстықтай қаймақпен ұсынсаңыз өте керемет болады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, каналымды қолдап қойыңыздар.